Сәлем достар, менің есімім Ақмарал, я мама двух детей. Менің өмірім отбасым. Уақытымның көп бөлігі балаларыммен және үй шаруасымен өтеді. Маған тамақ пісіру қатты ұнайды, жаңа рецепттерді сынап көремін. Пирог, торт, бауырсақ сияқты тағамдарды жасаймын. Кейде қарапайым тағамдарды ерекшетіп дайындап, оны сіздермен бөлісіп отырамын. Сонымен қатар маған үйді таза ұстау өте маңызды. Чистота и уют дома дают спокойствие и хорошее настроение. Сондықтан бүгін сіздерге өзімнің бір күнімді үй жинағанымды көрсеткім келіп отыр. Алдымен спальнядан бастадым, кілемдерді, көрпелерді жинап, сосын диван астындағы шамды пылесоспен сорып, кілемнің үстіндегі ұзақ қоқыспен шаштарды жинап, кілемді түгел тазаладым. Одан кейін кілемді алып тастап болды, пылесоспен сорып, жақсылап жудым. Таза едем всегда приятное, особенно когда дома детей. Сосын коридорға өттім. Балаларым кішкентай болғандықтан үйде үнемі қозғалыс көп. Олар ойнайды, шашады. Бірақ соған қарамастан маған үйді таза жинақ ұстау өте ұнайды. Чистота и уют дают спокойствие и радость. Солай коридордың полын жудым, аяқ киім тұратын жерді тазаладым. Коридордың кішкене шаңдарын түсіртіп, аккуратно қылып қойдым. Келесі ванна, алдымен шкаптың ішін реттедім. Артық заттарды шығарып, ішін жақсылап тазаладым. Тазалық орнаған соң үйдің іші де, көңіл күй де бірден жайнап кетеді. Мен үшін ең бастысы отбасыма жылы, жайлы орта жасау. Әрине, енді кішкентай балалармен үйді таза ұстау оңай емес. Олар ойнап, шашып, барлығын шашып тастайды, қайта жинауға тура келеді. Бірақ мен оған қарамай, бәрін махаббатпен істеймін. Себебі мен үшін отбасымның амандығы, жайлылығы бәрінен де қымбат. Үйдің іші таза болса, көңілің де таза, көңілің жайлы болып, жаның жайлылық болып, тыныш болып жүресің. Сондықтан осындай қарапайым істердің өзі бізге үлкен қуаныш сыйлайды. Енді баршаңызға осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге шын жүректен рахмет айтам. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз, әрбір қолдауларыңыз мен үшін үлкен мотивация. Каналға жазылып, лайк басып кетсеңіздер, мен үшін үлкен сыйлық сол болады. Енді Алла қаласа, алдағы уақытта тағы да пайдалы, қызықты видеолар түсіріп, сіздермен бөлісемін. Келесі видеоларда кездескенше аман сау жүріңіздер.